Сәлем достар, бүгін біз Ловис постерін жасап үйренетін боламыз, сурет қоятындай қылып. 14 февральға арнап жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басып қойыңыздар міндетті түрде. Ендеше PicsArtқа кіреміз. PicsArtқа кіреміз, главныйына бараған кезде, главный страница ашылған кезде холстыға кіреміз. Сол холстыда мына жерде вручную дегенді шығады. Кейде бас жағында, кейде соңғы жағында вручную деп тұрады. Соны басасыздар да 24-80, 35-08 деп жазасыздар. Сосын мына стрелканы басамыз. Одан кейін ештеме істемейсіздер бұл жерде. Қайтып мына стрелканы басасыз, редактировать дейсіз. Мінекей сол кезде PicsArt'тың главный страницасына шығамыз. Енді Ловисті қалай жазуды білмейтін болсаңыз, өстіп Google-ға Ловис деп жазып қойсаңыз болады. Соған қарап отырып істейсіз. Мінекей мынандай бар. Мінекей Ловис. Біз орысша и қазақша жазатын боламыз қазір. Так, текстке кіреміз. Любовь это дейміз. Это и точка қоямыз. Все, енді цвет, қара цвет істейміз. Мына жаққа қоямыз төбесіне. Енді қайтып текст қазақша жазамыз. Махаббат ол точка. Цвет қара. Кішкене үлкейтсем болады да деймін. Так, нормально. Енді астына тағы текст жазамыз. Махаббат ол бірге жаңағы вместе строить будущее деп жазайын. Вместе строить будущее. Будущее деймін. Қазақша жазамыз сразу. Болашақты бірге жоспарлау, құру. Бірге құру деген онша емес есіп тұрған сияқты. Бірге жоспарлау дей берейін. Галочка. Тоже қара цвет үлкейтеміз и астына қоямыз мына жерге, ортасына. Все, енді мен енді жүрек қою керекпіз мына шетіне. Мына шетте жүрек тұр. Мына шетте көрінбейді. Мына жерде 2 жүрек тұр. Сол сияқты 2 жүрек қою керек біз. Стикерға кіреміз. Сердце деп жазамыз. И мына сердцені таңдаймыз. Так, кішірейтейін осылай. И копиясын жасайым. Осының қасына қоям былайынан. Бұны кішірейтем, өтем. Так. Все. Енді сурет қоятын орын жасағым келіп тұр. Сосын барып Ловистің жаңағы кішкентай қызбен ұлдың суретін қоямыз. Так, ол үшін галочканы басамын. Галочканы басқан кезде жазу бәрі қатып қалады. Сондықтан бәрін дұрыстап істеп алу керек. Енді астындағы функциялардан рисоватьқа кіреміз. Кіреміз. Енді мына жерде слойды басамыз да, қара слойды бүйтіп ұстап астына жібереміз да, ақ слойды үстіне жібереміз. Сөйтіп ақ слойдың үстін басамыз. То есть біз ақ слойды отмечать етіп қойдық, неге үстін басып. Осы жерде жұмыс істейміз. Қайтып мына слойды басамыз. Енді стерканы таңдаймын. Стерканы таңдағанда кейін нәрсе фигура тұр, соған кіремін. Үстемді на квадратты таңдаймын, уже таңдаулы тұр. И штрих емес, залитті басам. Окей деймін. Енді қараңыздар. Просто былайынан өзіме керек квадратты сызып аламын. Сосын лишний движение жасамаңыздар, сразу қатып қалады. Мына қара квадратты ұстаймыз аккуратно. Сосын жылжытамыз. Былайынан шетіндегі ақ фонды ұстап қалмаңыздар. Сразу қатып қалады. Исправить можно, стрелка назадты басып. Все, рамкам ұнап тұр. Галочканы басамын.
Енді главный страницаға шықтық, қайтып добавить фото деймін да. Өзіме керек ловисті добавить деп таңдаймын. Енді мынау обрезать деймін да, шөбін кішкене кесіп тастаймын. Сосын мына рамканы осы шетіне қойғым келіп тұр. Мына шетіне рамкаға суретін қоясыз. Жаңағы заказ берген адамның. Все. Постер ловис дайын болды. Осы тегін шаблонда сіздерге ссылка беремін. Ол үшін комментарийға тегін шаблондарға ссылка беріңіз деп жазсаңыздар болды. Сіздерге ссылка беремін. И обязательно менің YouTube каналыма тіркеліп алу керек. Қош сау болыңыздар.